Пельмень. Сәлем достар, бүгінгі видеода тапсырысқа арналған пельмень тағамын дайындайтын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп, дайындап аламыз. Толық құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ендеше қамыр бастыруды бастаймыз. 500-600 мл суға 2 шай қасық тұз араластырамыз. Тұзымызды суда ерітіп алып, 2 жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқамызды мұқият араластырып аламыз. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Дайын болған су ерітіндісіне ұнымызды салып, кереметтей етіп қамыр бастыратын боламыз. Достар, қамырды мұқият, жақсылап илеп алуымыз керек. Достар, бүгінгі видеодағы тағам тапсырысқа арналған. 900 грамм ет және 1 келі ұн қолданамыз. Толық қолданған азық-түлікті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Иленген қамырды демалдыруға 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Пиязды тазартамыз. Пиязды жақсылап майдалап турап аламыз. Пиязды өз қалауларыңызша аз немесе көп қосуларыңызға болады. Мен пиязды көп қосатын себебім, пияз өзінің сөлін шығарған кезде еттің дәмі ерекше болады. Тұз, қара бұрыш 1 шай қасық, вегета дәмқосары 1 шай қасық, 1 шай қасық сұйық май қостым. Сіздер өз еріктеріңізбен сіздерге ұнаған дәмқосарды қолданыңыздар. Пиязды тұздап, дәмдеуіштермен араластырып, сөлін бөліп, өзіңізге ұнайтындай дәм шығарған кезде етті қосып алсаңыз болады. Демалған қамырды 3 бөлікке бөлеміз. Достар, бұл тағамды дайындау жолдары кеңінен таралғандықтан, сіздер өз тәсілдеріңізбен комментарий бөліміне бөлісе отырыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бөлінген қамыр бөліктерін зуала жасап 5 минутқа демалдырып қоямыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Демалған қамырларымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайылған қамырларымызды кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дәмді тағамдарға тапсырыс қабылдау табыс көзінің бір түрі. Кішкене бөліктерді пышақтың көмегімен теңдей етіп бөліп алыңыздар. Тапсырысқа арналған тағам болғандықтан, мен листке ұн сеуіп, пельмендерімізді түйіп, мұздатқышқа мұздатуға салып қойдым. Мінекей достар, тағам дайын, ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Қарлығаш.